Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде математикада координаталық түзудің, яғни қарама-қарсы сандардың екінші бөлімі, яғни екінші часті. Себебі мен екі бөлімге бөлгенім, өйткені ана жерде симай қалған болатын. Сондықтан мен екінші бөлімге шығарып отырмын. Бұл бізде 251-ші есеп. Біз алдында если одан алдыңғы есептер керек болса, осыдан алдыңғы салынған координаталық түзудің бірінші есебін көріп кетіңіздер. Ал кеді 251-ші есеп, яғни координаталық түзуде А, яғни -5, Б, -3, С, 2, Д, 4 нүктелер берілген. 2,111 сурет координаталары осы нүктелердің координаталарына қарама-қарсы сан болатын ЕФК және Л нүктелерін белгілеңдер. Ол сонда қалай болады? Достар, дәл осылай астына жазу керек. Өйткені А -5-тің қарама-қарсысы, яғни мына жерде бөліп тұр ғой, ЕФК және Л деген. Солар жазып шығыстарда -5-тің қарама-қарсысы 5. Б-да -3-тір, F оның қарама-қарсысы болу керек, сондықтан 3 болады. С бізде 2 болса, К оның қарама-қарсысы -2. Д бізде 4 болса, оның қарама-қарсысы L -4 болып келеді.Есі 252-ші есеп. Бұл жерде 6 теңдеу берілген, яғни теңдеуді шешу керек. Бізде 6-дан 7х теңіміз 14-тен 49х-ке. Міне бұл жерде бізде теңдеу шешу үшін 7х-ті алып аламыз, оны 14-ке көбейтеміз. Яғни бұл как пропорция сияқты, яғни бұлай көбелек сияқты қырынан кетеді. Ал 49 бен 6-ны көбейтеміз. Яғни х тең 49 бен 6-ны және 14 бен 7-ні көбейтінісі тең 3-ке тең. Яғни 7-ні 3-ке көбейтеміз. Осылай бізде х тең 3 шығады. Екінші есебі 15-тен 2 есебі тең 5х-тен 3 тең болып тұр. Оны қалай шығарамыз? 5х көбейтілген 2 тең 3 көбейтілген 15. 3 көбейтілген 15 дегеніміз ойша алайықшы, бұлай шығармай. 30 болады. 45 болады. Ал мынау 5-ті 2 көбейтейік 10. Солай біз шығара аламыз. Яғни 4,5 шығады.
яғни 3 пен 15-ті көбейтеміз, 5 пен 2-ні көбейтеміз. Ойша да дәл солай бола алады. Яғни 4,5 деп жазсақ болады. Үшінші есеп 13-тен 8 тең ол 39 пен 2х. Бұлай ойша алып көрейікші. 39 пен 13 тең болып тұр онда. Ол бірдей санға көбейтіліп тұр, яғни 3-ке көбейтіліп тұр бізде. Мына жерде енді 8 пен 2 деген сандар бар. Енді бұл 8 пен 2 16, қалғандарын қосып жібере саламыз, яғни түсінікті деп отырмын. Ал кәдімгі шығаратын болсақ, 2х көбейтілген 13 тең 8 көбейтілген 39, яғни х тең 8 көбейтілген 9 тең бөлінген 2 көбейтілген 13. Х тең 12 болады. Достар, видеом ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және мен сіздер менен өте дұрыс түсініп жатыр деген ойдамын. Бізде келесі сіздерге айтатын сабақ, ол бізде бүтін сандар, яғни рационал сандар болып табылады. Бүтін дегенсіздер білесіздер. Сондықтан да енді рационал сандар мен бүтін сандарды келесі сабақта барлығын айтатын боламын. Осымен біздің видеомыз соңына келіп жетті. Сіздер барлығын көшіріп ала беріңіздер. Сау, саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.